Сәлем достар, қайырлы күн. Сендермен бірге Ықылас Тұрсынбек және біз дәл осы жолы курстың 3-ші сабағы үшін арнайы табиғатқа шықтық. Бүгін біз қарапайым телефонмен промо ролик түсіретін боламыз. Съемка қызық болып жатыр. Ендігі план бізде көпір. Былай көрсет көпірді. Кептердің басын білесіз бе? Кептерді ұстап бүйтіп басын жылтысаңыз бас бүйтіп тұрады ғой міне. Вот осы нәрсе сіздің қолыңызда болу керек. Сіз денеңіз, аяғыңыз жүгіріп барады, бірақ сіз қолыңыз ровно кете беру керек міне. Оңды солды бағанағы дірілдететін болсаңыз, оны ешқандай пауэр директор болсын, басқа болсын, ректор болсын қарамайды достар. Дудың деп бағанағы бір злодейдің келе жатқанын бізге егер дәл сол жерде композитордың музыкасын өшіріп қалсаң, фильм қорқыныш кетіп қалады. Что-то қорқынышты емес болып қалады. Композитор музыкасын қостың ба, дудың мысалы. Бізді дыбыстан алып отыр. Всегда общий планнан кейін общий план болмайды. Яғни бір план өз-өзін екінші рет қайталай алмайды. Яғни қатар. Егер экспозицияны көтерсеңіз, барлығын бұзасыз, шайып кетесіз. Ол өте дұрыс емес. Видите, актер бұрылып қалды, режиссер алды да сразу средний алмастырды. Сосын жігіт бір нәрсе айтты, қыз ашуланып кетеді да, короче. Қыз ашуланған кезінде уже крупный аласыз. Қыздың ашуланғаны секундына 50 кадр түсірген жағдайда сіз оны 2 еселей аласыз. Егер сіз 100 кадр секунды түсірсеңіз, сіз бұны 4 еселей ақырындата аласыз. Қазір қарапайым сіз мені көріп отырсыз, бұл секундына 25 кадр көріп отырсыз. Сонымен мінекей біз 6-шы сабаққа да келдік. Кішігірім фокус көрсетейін, қараңыздар, мінекей. 1, 2, 3, 4. Себебі жасыл түс адам денесінде ең көп кездеспейтін түс, яғни мүлдем кездеспейтін түс. Осы нәрселерді міндетті түрде бір жерге түртіп отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Себебі бұл сізге ертең мынау нәрсе қандай еді деген кезде сіз дәптеріңізді ашып, бағана или блокнотыңызды ашып, мынау мынандай екен ғой деп сіз қарап тағы да есіңізге түсіру үшін өте қажет достар.